Достар, қалдарыңыз қалай? Біздің каналға қош келдіңіздер. Достар, бүгін бізде Айым мен Аяла 24 сағат бойы кухняда өткізетін болады. Қазір олар бірінші тамақ ішіп алады. Мұнда мен дайындап қойдым. Жұмыртқа мен нанды қуырып. Сонымен бұл екі қыздың арқасында өздерінің дайындаған сумкалары бар екен. 24 сағат бойы немен айналысады. Сол өздеріне керек заттардың бәрін салып апты. Қазір сіздерге көрсетеміз. Міне достар, екеуі сумкалардың ішінде Айым тарақ салып апты. Мынау сурет дәптерлері бар. Резинка, Аяла помада салып апты. Скотч не істейсіңдер? Помада. Сосын бізге кешке қарай Светильник, светильник. Заколка. Мұнда Аяланың ойыншықтары, косметикалары. Сосын менде мындай жазу Дәптерлері, ойыншық телефоны. Айымның ертегі кітабы. орыс тілін оқимын. Орыс тілі кітабын оқимын дейді. И мынаны мен минутқа оқиға айтып Түрлі түсті қағаздар, Айымды крем. Раскраска ма? Раскраска. Міне Аяланың заттарын бар. Мұнда косметикалары бар, ручкалары бар, ойыншықтары бар. Қазір осылармен ойнайды бұлар. Оны не істейсің? Соска алып. Жылайды ма? Қайшы. Қазір бұл екеуі заттарымен ойнайды, сурет салады, раскраска бояйды, кітап оқиды, түнде мынау несін жағады, боянады, шаштарын тарайды. Қызық болайын деп тұр. Бірінші сендер қазір шай ішіп алыңдар, таңғы астарын ішіп алыңдар, содан кейін видеомызды жалғастыратын боламыз. Достар, сіздер видеоны соңына дейін қараңыздар. Шықпайды, тек қана мен шығам, Айымның телефоны қалып кетті, ар жақта сол телефонын әкеп бер деп жатыр. Мен қазір алып кеп беретін боламын. Телефонын қайда, Айым? Қазір мен іздеп тауып телефон әкеп беремін. Бұл екеуіне шығуға болмайды, тек қана мен шығатын боламын. Өйткені тәмелестеміз. Айымның телефоны қалып кеткен екен, мен алып кеп беріп жатырмын. Тек маған шығуға болады. Бұл екеуі шықпайды. Ал достар, Айым мен Аяла таң астарын ішіп жатыр. Анда мен шай қайнатып жатырмын, әлі шай қайнамады. Бізде таң асқа бұларға печенье, жұмыртқа мен нанды қуырдық, колбаса, нутелла болды. Басқа ештеңе жемейді. Шай, жемейтін заттарын столға қоймаймыз, тек жейтін заттарын ғана, Круто ма? Ал достар, біздің видео жалғасуда. Бізде мұнда Айым кітап оқып отыр минутқа. Ал Аялашка, ашына қотсын ба? Аялашка бізде сурет салып жатыр. Томпа қып сабатсын ба? Жаным. Айым минутқа оқытқан жоқ, ашына оқып жатыр екен. Молодец. Достар, Айым мен Аяла мына шкафқа заттарын салып қойыпты. Кухонный шкафқа. Мынау Аялашканікі. Мұнда Айымдікі. Барлығын жоғары қарай шығарыпты да, босатып, осының ішіне салып қойыпты екеуі. Жандарым, сол бәрін ұқыптап сап қойған ғой, шашылып жатпасын деп. Бір күн болса да ұқыпты тұрсын деп. Міне достар, Айым мен Аяла сабақтарын оқып, суреттерін салып болып, енді кола ашып отыр. Бұл коланың папасы жұмыстан әкелген екен. Семечки шағып отыр екеуі, Екеуі демалып, күшті болып отыр. Семечки шағып. Мынау тамақтар ғой. Біз көріп отырып қанақтар. YouTube көріп, екеуі семечки шағып отыр. Өзіміздің видеоны қойып берейін ба? Жарайды. Достар, бізде 24 сағаттық видеомыз әлі жалғасуда кухняда.
Мына екеуі іштері пысып, уже шаштарын жинауға кірісті. Қазір Аяланы бояндырамын дейді, еще айым. Мына отыр, ұрсып, шашымды жұлдың деп. Шашын жұлып жатыр ма, Аяла? Жоқ. Жұлыққа жоқ. Естіп, екеуі бір-біріне прическа жасап күшті болып отыр. Әдем болып қалдың ғой, Аяла. Басын көтершкен, қызым. Күшті болып қалдыңдар. Әдем болып. Екеуі ойнады, шашты, жаңа шоколад әкеп бердік, шоколад жеді. Білгендерін істеп жатыр екеуі бүгін. Қазір Біз ана жаққа қойдық, бірақ енді сумкамызға сап қойдық заттарды. Иә, қазір ненің үстіне жатамыз дейді бұл екеуі. Төсек салып осының үстіне ұйықтаймыз дейді. Боп, міне, моншақ тағып алған Аялашка. Айымда күшті боп тен жағып алған, өздерінің детский тендерін әдем болып отыр екеуі. Кухнядан шығуға болмайды, қызымды бер маған. Қазір видео түсіріп алу үшін айымға бердік. Екеуі күшті болып мультик қарап отыр. Достар, мына екеуінің шыққысы келіп жатыр уже. Екеуіне шоколад бердім, осыны жеп алыңдар деп. Өздеріне осындай қып жаңағы светильниктерін жағып алған. Қазір мен светті өшіріп көрсетем. Негізінде бұл күшті светильник. Бізде уже кеш болып жатыр. Міне достар, светті өшіргенде осындай болды, үйдің іші жап-жарық болып қалды. Кухняны қараңыздар. Күшті болып тұр, иә, әдемі болып. Қазір бұл екеуі ұйықтаймыз дейді. Ұйықтағанда мынау ненің столдың үстінде ұйықтаймыз дейді. Өйткені бұларға 24 сағат кухнядан шығуға болмайды. Сол себепті столдың үстінде ұйықтайды, иә? Қараңыздар, күшті болып тұр, иә? Олай емес, қазір дастарханды алып тастап, төсек саламыз, сосын барып жатасын, Аяла. Міне, осындай болып тұр, күшті болып тұр. 24 сағат кухняда билеп жатыр. Достар, бізде далада түнгі сағат 10 болып тұр, дала қараңғы. Просто ана светтер, магнум светтер жанып тұр. Бізде Айым мен Аяла уже төсекке жатып алды, екеуі осылай. 24 сағат нағыз құлап қалмасын, жамылып алыңдар. Аяланың мұнда мишкасы бар ортасында. Мынау светильник осылай жанып тұрады бізде. Достар, соңына дейін көргеніңіздерге рахмет. Лайк басып, комментарий жазып, тіркеліп кеттіңіздер. Пока! Пока-пока, достар, барлықтарыңызға қайырлы түн. Ұйықтаңдар.